Сәлем достар, бүгін үй жағдайында өте дәмді дастарханның сәнін келтіретін, шайдың дәмін келтіретін өте жұмсақ булочка жасадық. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, өте әдемі, өте дәмді. Бізге керек заттары: жылы сүтіміз керек, кептірілген майымыз керек, және де шекеріміз, ұнымыз керек. Бірінші жылы сүтке дрожжымызды салып аламыз. Одан соң еріген майымызды салып, шекерімізден 3 қасық саламыз. Ұнымызды жайлап аздап салып, оны венчикпен қозғап отырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Оны пищевой пленкаға салып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Біздің қамырымыз ашыды, өте әдемі болып, булочканың тестасын істейміз. Булочканың қамырын алып, оны жайып, екі жағын бір-біріне қайырып, ортасын пышақпен кесіп аламыз. Біздің булочкамыздың өте гүлдерге ұқсас болып келеді. Осылай жасап, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, мақ жағып, 180 градусқа жарты сағатқа пешке салып қоямыз. Біздің булочкамыз пісті. Қыздар, осылай істесеңіздер болады. Өте дәмді, өте жұмсақ.